Assalamualaikum dostlar, бұл New Sport арнасы достар. Видеоны бастамастан алдын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Бүгін 4 мамырда бокстан Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында 4-ші жарыс күні өтеді. Қазақстан құрамасынан 2 боксшы шаршы алаңға шығады. Астана уақытымен 14:00-де басталатын күндізгі сессияда Санатәлі Төлтаев жұдырықтасады. 63,5 келіге дейінгі салмақта 1:16 финалда Маврикий Ричард Коллинмен кездеседі. Қазақстандық би рингінде 10-шы жұпта өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталатын кешкі сессияда 92 келеден жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсететін атақты ауыр салмақтағы Қамшыбек Құнқабаев 1:16 финалда ресейлік боксшы Алексей Дроновпен жұдырықтасады. Жекпе-жек А рингінде 13-ші жұпта өтеді. Жекпе-жекті Казспорт тікелей эфирде көрсетеді. Трансляцияны арна сайтында да онлайн көруге болады. Ендеше достар, қазақ батырларын қолдап тікелей эфирде өткізіп жібермейік. Бізде бүгінге осы жаңалықтар еді. Сау болыңыздар.